Назарларыңызға ұлы адамдардың өмірлік құндылықтары, табыс пен адам қабілеті туралы ойларын ұсынамыз. Адамның ақыл-ойы нені ұғады және не нәрсеге сенсе, соған ол қол жеткізе алады. Жетістікке емес, құндылықтарға ұмтылыңыз. Ешқашан сылтау айтпай және басқалардың сылтауын қабылдамағанымның арқасында табысқа жеттім. Мен мансабымда 9000-нан аса соққы жіберіп алдым және 300-ге жуық ойында жеңілдім. 26 рет маған соңғы жеңісті соққыны жасауға сенді және жіберіп алдым. Мен қайта жеңілдім. Міне сондықтан мен табысқа жеттім. Ең қиын әрекетке кірісу, қалғанның бәрі тек табандылыққа байланысты. Өмірдің мәнінен гөрі өмірді жақсы көру керек. Бұл сіз жоспар құрған кезде не болатыны. Логика сізді А нүктесінен Б нүктесіне апара алады, ал қиял кез келген жерге апаруы мүмкін. 20 жылдан кейін сіз жасаған істеріңізден гөрі жасамаған істеріңіз үшін көбірек көңілсіз боласыз. Сондықтан тыныш, айлақтан алыс болыңыз. Желкеніңізде желді сезініңіз, алға жылжыңыз, әрекет етіңіз, ашыңыз. Әрдайым күмән тудыратын нәрседен бастау керек. Нағыз жауапкершілік тек өзіңіз үшін. Мағынасыз өмір сүруге тұрарлық емес. Табыстың 80% керек жерде, керек уақытта табылу. Сіздің уақытыңыз шектеулі, оны біреудің өмірімен сүріп өткізбеңіз. Жеңіс бұл соңы емес, соңы бұл ұдайы жеңіске деген ұмтылыс. Ғылым бұл жүйеленген білім, даналық дегеніміз ұйымдастырылған өмір. Менің сөздік қорымда мүмкін емес деген сөз жоқ. Жағалауды көзден таса қылуға батылдық жетпесе, сіз ешқашан мұхитты кесіп өтпейсіз. Егер қателесу еркіндігі болмаса, бостандықтың мәні жоқ. Сіз өзіңіздің күніңізді басқарасыз, немесе күн сізді басқарады. Егер сіз бір нәрсеге қабілеттімін деп ойласаңыз, сіздікі дұрыс. Егер сіз табысқа жете алмаймын деп ойласаңыз, тағы да дұрыс. Сіздің өміріңіздегі ең маңызды 2 күн. Сіз дүниеге келген күн және неге екенін түсінген күн. Қолыңыздан келгеннің бәрін, тіпті арманыңыздағы нәрсені істеуді бастаңыз. Данышпандылық, күш пен сиқыр батылдықта. Ең жақсы кек үлкен жетістік. Мотивацияның ұзаққа созылмайтындығы жиі айтылады, бірақ оны сергітетін душ сияқты күнделікті қабылдау ұсынылады. Әлсіз адамдар өмір бойы басқалардан кем болмауға тырысады. Күштілер кез келген жағдайда ең жақсы болуға тырысады. Барлық нәрсе ойда, ой бәрінің бастауы. Ал ойларды басқаруға болады. Сондықтан жетілдірудің басты мәселесі ойлармен жұмыс істеу. Сыннан аулақ болудың бір ғана жолы бар. Ештеңе істемеу, ештеңе айтпау және ешкім болу. Тағдырыңызға сай адам тек өзіңіз боламын деп шешкен адам. Арманға сенімді түрде жүріңіз. Өзіңіз үшін ойлап тапқан өмірмен өмір сүріңіз. Өмірімнің соңында Алланың алдына барғанда мен оған, сен маған бергеннің бәрін пайдаландым деп айту үшін, менде бір тамшы талант қалмайды деп үміттенемін. Керемет нәтижеге үміттенгенше, жақсы нәтижеге сенімді болған дұрыс. Кейбір нәрселер сіздің назарыңызды аударуы мүмкін, бірақ жүрегіңізді жаулап алатын нәрселерге көбірек көңіл бөліңіз. Тек қолыңыздан келетініне сенсеңіз, сіз мақсатқа жетудің жарты жолындасыз. Балаңызды қараңғыдан қорқады деп айыптамаңыз. Нағыз қасірет ересек адамның жарықтан қорқуы. Мен білмеймін деп айтуды үйреніңіз. Бұл қазірдің өзінде прогресс болады. Қазір тұрған жеріңізден бастаңыз. Қолыңызда барды пайдаланыңыз және қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Менің 5 жасымда анам өмірдің ең бастысы бақыт деп айтатын. Мектепке барғанда өскенде кім болғым келеді деген сұраққа
бақытты адам боламын деп жауап беретінмін. Сонда маған сұрақта түсінбедің дейтін, ал мен оларға сендер өмірді түсінбедіңдер деп жауап беретінмін. 7 рет құлап 8 рет көтеріл. Бақытқа бір есік жабылса, екіншісі бірден ашылады. Бірақ біріншісіне ұзақ қарайтынымыз сонша, екіншісін байқамаймыз. Әр нәрсенің өз сұлулығы бар, бірақ оны әркім көре алмайды. Әлемді жақсарту үшін 1 минут күтудің қажеті жоқ екендігі қандай жақсы. Мен өзімді кім екенімнен босатсам, мен өзім қалаған адам бола аламын. Бақыт дайын нәрсе емес. Бақыт тек сіздің іс-әрекеттеріңізге байланысты. Егер сізге зымыран тасығышта орын ұсынса, оның не екенін сұрамаңыз, тек алыңыз. Алдымен өз идеяларыңызды анықтаңыз, мақсат қойыңыз. Содан кейін оған жету үшін қажетті құралдарды жинақтаңыз. Даналық, ақша, әдістер мен материалдар. Ақырында мақсаттарыңызға жету үшін барлық құралдарыңызды пайдаланыңыз. Жел болмаса, ескектерді пайдаланыңыз. Әрдайым өзіңіздің жетістікке жету туралы шешіміңіз бәрінен маңызды деген ойға сүйеніңіз. Табыс бұл жеңілістен жеңіліске оптимизмді жоғалтпастан өту мүмкіндігі. Олар 15 минутта барлық істі қалай шешуге болады деп сұрайды. Мен бұл қарапайым, біз 1 секундты да босқа өткізуіміз керек деп жауап беремін.